Құнанбай қажылыққа барып келгенде шежіре әкелген екен. Соны бір зиярат етіп келетті. Өзіміздің бір атақты кісі. Сосын айтады: Құнанбай, сен шежіре әкелді деп естідім. Сол шежірең не көрсет бізге дейді ғой. Сөйтсе ол Құнанбайдың әкелген шежіресі қазақ Анас сахабадан тарқайды деген. Анас ибн Малик. Мынау 89 жылдары ең алғашқы шежірелер шыға бастады. Сол кезде Анас сахаба деп тұратын. Естеріңізде бар шығар. Анас сахаба деп Ағадыл, Бегадыл, Жанадыл деп ұлы жүз, орта кіші жүз деп, одан кейін осы 300 содан тарқап кететін. Кейін ол шежіре бірақ жойылып кетті. Ең бірінші шежіреде мен есімде Анас сахаба деп тұрады. Сол кезде ойлайды, мен Анас сахаба деген кім ол деп. Сөйтсек ол Анас ибн Малик деген сахаба, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға 10 жыл қызмет еткен сахаба. Пайғамбарымыз оған: Анас, мен саған батамды берем, бала шағаң көп болсын, ырыздық несібең молынан болсын, өмір жасың ұзақ болсын деп бата берген. Сол пайғамбарымыздың батасы қабыл болып, оның ең соңғы дүние салған сахаба саналады. 100 жастан асып барып дүние салған. Бала шағасы да көп болды, ырыздық несібесі де молынан болды. Пайғамбардың батасын алған. Сонымен Құнанбай қажылар барған кезде Меккенің әкімінің алдына келген кезде Мекке әкімі тұрып айтады: қазақ деген біз білмейді екенбіз деп. Сол кезде бір тарихшы айтты деді: бұл қазақ деген Иракта сақталынған қолжазбалар бар. Қазақтың кім екені сол кезде жазылынған. Сөйтіп Иракқа адам жібереді. Содан барып олар қолжазба алып келеді. Сөйтіп бұл енді Құнанбайдың қажыге барған несі осылай жазылған. Сол кезде Құнанбайдан сұрайды ғой: сен кімсіңдер десе, біз тіріміз төре руына бағынған, өлігіміз қожаларға бағынған, сол қожа мен төренің айтқанынан шықпайтын біз қазақ деген момын халық біз деп Құнанбай өзін осылайша таныстырған. Сонда дерек алып келді дейді. Сөйтсе жаңағы Меккенің әкімі: бұл қазақ деген ел бізбен туысқан екен ғой, Анас сахабадан тарқайды екен ғой, сендер біздің туысқан екенсіңдер ғой деп, осылай туысқан бауыр ретінде қарсы алды дейді ғой. Сонда сол дерек Анас сахабадан тарқайды деген сол шежірені Құнанбай қажылар сол кезде 19 ғасырда елге алып келген. Міне осындай деректерде шықты. Құнанбай қажы құр ғана қажылыққа барып келмей, осылай шежіре де алып келген екен. Міне сондықтан да шежіре ол қазақтың шежіресі, шынында да біздің шежіреміз бай шежіре. Міне Аллаға шүкір, біз енді 100-ге кірмейді деп төре, оның да шежіресі бар, қожа, оның да шежіресі бар. Міне сондықтан да бізде барлық қазақтың өзіне тән шежіресі бар. Міне осы шежіремізді біз бекітіп алдық, Аллаға шүкір. Қазір міне арабтармен шынында да біздің дәрежеміз тең, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Мынау енді расында тарих үшін енді біз сонау кеңестік жүйеде басқа өзімізге бір таңылған, өзімізге таңсық бөтен дүниені өзіміздің тарих деп оқыдық қой, өкінішке қарай. Кутузов пен Суворовтарды оқыдық, немесе бір ойдан құрастырылған тарихтарды оқыдық, түркілердің кім болғанын, арғы бабаларымыздың кім болғанын енді ғана терең зерттеп, енді тарих қойнауына сүңгіп жатқандаймыз. Мына ақпаратыңыз да керемет дүние екен. Шынымен де бұны терең зерттеп, тарихшыларымыз жаңа Құнанбай атамыздың әкелген шежіресі, басқа да шежірелерді мына арабтанушы ғалымдар, дінтанушы ғалымдар терең зерттейтін болса, бұл енді 15,000 жыл бұрынғы тарих қой. Яғни сол заманнан бері біздің ата-бабаларымыз сол сахабалардан тарайтын болса, онда Қажеке, сіз ғана қазір мына сол жақпен туысқан емес, бүкіл қазақ туысқан болып отыр. Яғни бұл аралық мәдениетті, аралық халық арасындағы, мұсылман арасындағы берекені арттыратын бір үлкен амал деп ойлаймыз.